Lot aleyhisselam пайғамбар. Күндердің күнінде Садум деген қауым болыпты. Олар өзгеге зұлымдық жасайтын, бір-бірінің ақысын жейтін, жолаушыларды тонайтын, бір сөзбен айтқанда жамандықтың барлық түрімен айналысатын. Олар түрлі жамандықтың көзін ашып, кәсіпке айналдырған, басқан жерінен шөп шықпайтын адамдар еді. Тіпті уақыт өтіп, енді Садум қауымының ер адамдары бір-бірімен жақындасатын жағдайға жетеді. Олардың адасқандарында ешқандай шек болмайды. Бұл қауымды қалайда тура жолға салып, көздерін ашу үшін жаратқан Жаббар ендігі жерде оларға Лот пайғамбарды елші етіп жібереді. Ол күні-түні халықты тура жолға насихаттап, бір Құдайға табынып, барлық жаман әрекеттерден тыйылуға шақырады. Алайда пайғамбардың бұл әрекетін ешкім тыңдай қоймайды. Жүректері қарайғаны сонша, олар ендігі жерде Лот алейхиссалам пайғамбарға қасарысып, оны қорқыта бастайды. Пайғамбардың мұндай насихатына құлақ асқандардың саны өте аз еді. Соның ішінде оның өз отбасындағы бала-шағасы бар. Алайда оның әйелі күйеуінің айтқандарына құлақ аспай, өзгелермен бірге жамандық әрекетін жалғастыра береді. Бұл Лот алейхиссалам пайғамбарға қатты тиеді. Осылай айлар мен жылдар өтеді. Пайғамбар болса халықты тура жолға шақырудан тайынбай, ұзақ еңбек етеді. Бірақ барлығы бекер еді. Самуд қауымы арсыз әрекеттерін тоқтатпайды. Бір күні еңсесі түскен пайғамбар алейхиссалам халықтың тура жолға түспейтініне көзі жеткендіктен, жаратқанға жалбарынып оларға тиісті жазасын беруді сұрайды. Аллах тағала елшісінің дұғасын мүлтсіз қабыл етеді. Ертесіне қалаға бір үш кісі келеді. Олар адамның кейпінде енген Аллахтың бұйрығымен келген періштелер еді. Олар Лот алейхиссалам пайғамбармен жолығып, үйіне қонақ болуға өтініш білдіреді. Пайғамбар болса олардың періште екенін білмейді. Сосын ол жергілікті халықтың арсыз әрекеттерімен айналысатынын айтып, олардан біршама сақтандырады. Себебі Садум қауымы сырттан бейтаныс ер адам келсе, міндетті түрде оларға бас салатын әдеттері бар еді. Сонымен кеш батқасын пайғамбар жасырынып, түндетіп, әлгі үш кісіні үйіне қонақ етіп алып келеді. Дастархан жайып, барынша оларға құрмет көрсетеді. Алайда пайғамбардың әйелі сырттан бейтаныс ер адамдар келгенін көріп, олар туралы дереу жергілікті халыққа айтып береді. Халық болса дереу пайғамбардың үйіне келіп, есігін қағады. Лот алейхиссалам есікті ашып, зәресі қалмайды. Сосын оларға: "Құдайдан қорықсаңдар қайтеді? Бұл менің қонақтарым. Оларға ешқандай зиян тигізуші болмаңдар. Әрі мені олардың алдында абыройсыз етпеңдер" дейді. Оның сөзіне құлақ аспағанын білгесін пайғамбар есікті тез жауып, құлыптап қояды. Сосын үйге кіреді де қонақтарға алаңдамауларын өтінеді. Сол уақытта әлгі халық есікті тарсылдатып ұрып жатады. Лот алейхиссалам пайғамбар болса, оларға төтеп беретіндей күш-қуат болса еді деп армандап қатты қобалжиды. Мұны көрген әлгі үш кісі орнынан тұрып: "Алаңдама, ей Аллахтың елшісі, қорықпа да. Расында біз жаратқанның бұйрығымен келген періштелерміз. Бүгіннен бастап бұл халық саған ешқандай зиян тигізе алмайды. Біз оларға азап алып келдік. Ендеше өзіңе иман еткен бала-шағаңды алда, түндетіп қаладан шығып кет. Алайда әйеліңе ешқандай хабар берме. Себебі ол саған қарсы шыққандардың бірі, әрі ол да өзгелермен бірге азап кешеді" дейді. Сосын олар әлгі есікті қағып тұрған кісілерді үйге кіргіз дейді. Үйге кірген бойда періштелер олардың көздерін көр етіп, соқырға айналдырып жібереді. Лот алейхиссалам пайғамбар періштелердің айтқандарын орындап, түндетіп жиналып бала-шағасымен қаладан шығып кетеді. Таң сәрісі ата бергенде кенет аспан күнеріп, Садум қауымына азап келеді. Жәбірәйіл періште Садум халқының үстінен қанатымен қағып жібереді. Сол уақытта аспаннан тас жауып, сәлден кейін кенет жер көтеріліп, бір уақытта аударылып, халықтың барлығын басып қалады. Олардың ішінде пайғамбардың әйелі де бар еді. Осылайша Аллахқа қарсы келіп, арсыздықпен айналысқан Садум қауымы бір сәтте жермен жексен болып, түгелдей жер бетінен жойылады. Кейін олардың орнына Лот теңізі пайда болады. Мұны кейінгі халықтар өлі теңіз деп атап кеткен. Кейбір деректер бойынша осыдан кейін Лот алейхиссалам пайғамбар Ибрахим пайғамбардың жанына барып бір жылдай бірге тұрады. Сосын ол Хижазға барып, сонда 80 жасында өмірден өткен екен. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ
النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين